Қайырлы күн достар. Бүгін біз творожный пирог пісіретін боламыз. Қажетті заттарды қазір описанияға жазып қалдырамын. Бірінші ұнды електен өткізіп қосамыз. Үстіне мұздай сары майымызды теркіден өткізіп аламыз. Ұнның көмегімен тез-тез өтеді. Өткен сары майдың үстіне бір жұмыртқа, 3 ас қасық қантымызды, жарты қасық пищевой соданы қосып, жақсылап қамырлеп аламыз. Үйленген қамырымызды бірден формаға жаямыз. Формамызды жайып болғаннан кейін салмасын дайындаймыз. Творогтың үстіне 3 ас қасық сметан, 3 ас қасық қант және 2 қасық кукурузный крахмал, 1 жұмыртқа қостым. Блендермен немесе миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ішінде түйір қалып қоймау керек творогтың, сондықтан жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Салмамызды құятын кезде вилкамен жан-жақтарының барлығын тегістеп аламыз. Бұл пирог тез піседі. Пісіп болғаннан кейін үстіне шоколад, болмаса үстіне жеміс жидектерді салсаңыздар болады. Мен қант ұнтағын септім.